Сәлеметсіздер ме, құрметтілер, қалдарыңыз қалай? Біздің жаңа сабағымызға қош келдіңіздер. Бұл да Python тарауына дайындық сабағы деп аталады, яғни екінші бөлімі. Бұл сабақта біз сіздермен Pythonға кіріспе жасайтын боламыз. Келесі сабақтан бастап ең алғашқы кодтарымызды жазамыз. Бұл сабағымыз өте маңызды сабақ болып саналады. Себебі бұл жерде біз Pythonның қалай жұмыс жасайтынын, қандай программаларда кодты өзгертетінімізді айтатын боламыз. Естеріңізде болса, біз HTML, CSS тарауын бастаған кезімізде веб-сайттарымыз екі бөліктен тұрады деп айтқан едік. Ол фронт-энд, яғни адамдарға сайттың көрініп тұратын жағы. Екіншісі бэк-энд. Ол сайттың логикасы адамдарға көрінбей тұратын жағы. Оны біз бэк-энд деп айтамыз деген едік. Және рынокта айтишниктерде осылай екіге бөлінетін еді. Веб-сайттарды жасайтын айтишниктер, фронт-эндчиктер және бэк-эндчиктер болып бөлінеді. Ол алдыңғы жағын жазатындар, бэк-энд дегеніміз ол артқы жағын жазатындар. Осы жерде біз HTML, CSS-ті өткен кезімізде айттық. HTML, CSS, JavaScript деген программалау тілдері арқылы біз фронтты жазамыз, сайттың алдыңғы бөлігін, клиентке көрінетін жағын. Ал енді Python тарауында жалпы Python деген программалау тілі арқылы веб-сайттар жасаған кезімізде сайттың артқы бөлігін, клиенттерге көрінбейтін, сайтты бүкіл жұмысын жасатқызып тұратын логикасын Python арқылы жазады екенбіз. Біз бұл тарауда Python'ды ғана өткендіктен сайттың артқы жағын Python'да жазады деп айтып жатырмын. Негізі Java, PHP, JavaScript'тің өзімен де сайттың артқы бөлігін жазады. Солардың ішіндегі ең танымалының бірі ол Python. Сондықтан да біз осы сабағымызда, осы тарауымызда, жалпы мектеп бағдарламасында сол Python тілін өтеді. Ең алдымен программа дегеніміз не өзі? Біз естеріңізде болса, HTML, CSS-ті өткен кезімізде мынандай файлдар ашқан едік. index.html деп, яғни мынау HTML файлымыз еді. .css болса, ол CSS файл еді. Script.js болса, ол JS файл еді, яғни JavaScript файлымыз еді. Жалпы кез келген программа деп біз айтатын дүниеміз, ол қарапайым осындай файл, кәдімгі файл. Ішінде мынандай кодтар жазылған файл. Жалпы бүкіл компьютердегі программалар, олардың барлығы осындай тексттердің, командалардың жиынтығы. Дәл солай Python'да да код жазамыз деп айтамыз ғой біз. Python'да жазған нәрсеміз ол кәдімгі мына файл. Біз бір файл ашып, осы файлдың ішіне мынандай кодтарымызды, командаларымызды жазамыз. Осындай командаларды жазу арқылы адамдар ақша тауып жатыр. Әлемде кейбір адамдар миллиардер болып жатыр. Әлемді осы қарапайым командалар арқылы өзгертіп жатыр. Қазір білесіздер, IT деген нәрсе бүкіл әлемде өте қатты дамып жатқан сала. Соның ішінде жасанды интеллект. Кез келген IT-дік бағытында айтишникпін деп айтатын адам осындай командаларды жазумен айналысады. Біз Python'да код жазбас бұрын Python'да жазылған файл қалай жұмыс жасайтынын теориясын біліп алуымыз қажет. Бұл өте маңызды. Жаңа айттым, біз Python'да кәдімгі мынандай файл құрамыз, атын былай сақтаймыз, py деп расширениесін, сосын оның ішіне кодтарымызды жазамыз дедік. Енді осы кодтарымыз жазылғаннан кейін жалпы қалай жұмыс жасайды? Біз осыны да білуіміз қажет. Мысалы, қараңыз, Python'да мен код жаздым. Файл аштым, main.py деп расширениесін жаздым, ішіне өзімнің бүкіл программаларымды жаздым бір файлдың ішіне. Сосын ары қарай не болады? Біз HTML, CSS-ті өткен кезімізде не болатынын білеміз. Мен мына файлды ашқан кезімде, мыналарды ашқан кезімде, ол браузерде сайт болып, әдемі болып көрінетін еді. Әдемі болмаған жерін, мына жерін оңға қарай жылжытамын, мына жерін солға қарай жылжытамын деп CSS-те оны түзететін едік. Ал ол интер белсенді болу үшін, яғни басқан кезімізде кнопкалар жұмыс жасау үшін JavaScript'те біз код жазатын едік. Ал енді Python'да жазған кодтарымыз қалай болады? Біз мына HTML, CSS-те жазған кодтарымызды фронт болғандықтан
кәдімгі клиенттер сияқты, яғни компьютерді қолданушы адамдар сияқты браузерде қалай болып тұрғандығын көре беретін едік. Ал енді Pythonда жазған кодымыз ол бэкэнд болса, яғни көрінбейтін болса, ол адамдарға көрінбегені сияқты нәтижесі бізге де көрінбейді. Ал оны біз нәтижесін қайдан көреміз, оны қалай түзетеміз, жалпы жазған кодтарымыз жұмыс жасады ма, жасаған жоқ па, ішінде қатесі бар ма, жоқ па, жалпы нәтиже береді ма, бермейді ма, соларды да тексере алатын өз алдына тағы бір программалар бар екен. Біз осыны да білуіміз қажет. Ол үшін мынаны қараңыз. Біз main.py деген бір файл аштық. Яғни main дегеннің орнына кез келген атау қоя беруге болады. Менің бірінші жобам деп те ашуға болады. Сосын қазір біз орнататын программа бар. Ол Python интерпретаторы деп аталады, CPython. Яғни на python.org деген сайттан скачать етіп алатын, жүктеп алатын программамыз. Сосын біздің жазған кодымызды осы программа арқылы запуск жасаймыз, яғни іске қосамыз. Сосын процесс қалай болады? Менің мынандай кодтарым жазған, Pythonда жазған кодтарым. Олар не істейді? Олар компилятор арқылы байт кодқа өзгереді. Байт кодқа. Бұл уақытша қолданылатын код деп аталады. Яғни мен жазған кодым кәдімгі қарапайым сөздерден тұрады. Ол сөздерді алады дағыны байт кодқа өзгертеді мына программа. Сосын байт кодқа өзгерген кодымыз виртуалды машина арқылы. Бұл ұбт-да келетін сұрақ. Виртуалды машина, PVM деп атайды. Python Virtual Machine деген сөзден шыққан. Осы машина арқылы, виртуалды машина арқылы біздің программамыз жүзеге асады. Мысалы, мен мына жерде калькуляторды жазғанмын. Калькулятордың кодтары. Осы калькуляторды мен іске қосқан кезімде процесс осылай болады екен. Кодым менің компилятор арқылы байт кодқа өзгереді. Байт кодты виртуалды машина кәдімгі программа етіп іске қосады. Естеріңізде болса, бұдан алдыңғы бірінші кіріспе сабағымызда, яғни Python тарауына дайындық сабағының бірінші бөлімінде интерфейс деген нәрсені айтқан едім. Мен мына жерде код жаздым, калькулятордың коды. Кәдімгі мынандай калькулятор. Міне мынандай калькулятордың коды. Енді бұл код, мына код, интерфейсі жоқ, яғни бізге көрінетін жағы жоқ. Біз тек қана оның жұмыс істеу алгоритмін ғана көре аламыз. Мына виртуалды машина осы алгоритмін не істейді? Іске қосады. Біз кейбір нәрселерді тексеріп, жазып көре аламыз. Бұлардың барлығы теориялық бөлімі. Кейбір нәрсе чуть түсініксіз болса, ешқандай да проблема жоқ. Біз әлі бұлардың барлығына өзіміз код жазып, өмірде бұлай тексеріп көретін боламыз. Ал енді біздің мынандай файлымыз болады дедік. Біз файл ашамыз, оның ішіне өзіміздің кодтар жазамыз. Форматын py деп ашамыз дедік. Python, яғни Pythonнан сөзден шыққан. Енді бұл ашылған файлды немен өзгертеміз? Бұл да маңызды. Яғни ішіне кодтарды немен жазамыз, немен сақтаймыз, немен өзгертіп отырамыз. Оны да білуіміз қажет. Ол былай. Мына файл біз жаңағы ашқан файлымыз. Оны өзгертуге IDE қолдануға болады. Міне IDE дегеніміз бұл программа құрудың кіріктірілген ортасы деп аталады. PyCharm. Мынау PyCharm деген IDE. IDE деген нәрсе бар, және код редакторы деген нәрсе бар. Екеуімен де мына файлды өзгерте беруге болады. Екеуінің бір-бірінен айырмашылығы қандай? Код редакторы бұл қарапайым болып келеді. Өзімізге қажет нәрселердің әрқайсысын жеке-жеке мынаның ішіне не істеуіміз керек? Орнатып алуымыз керек. Біз, естеріңізде болса, мына VS кодпен уже жұмыс жасап көрдік. HTML, CSS-те код жазатын болсақ, өзінің орнататын нәрселері бар. Егер мен Pythonда код жазатын болсам, өзінің тағы бір установить ететін қосымшалары бар. Дәл солай, Sublime Text-те бұл да редактор кодты өзгертуге арналған бағдарлама. Бұның ішіне де мен Pythonмен жұмыс жасайтын болсам, арнайы өзінің көптеген нәрсесін орнатуым қажет. Ал енді IDE дегеніміз бұл жерде мына Python файлмен жұмыс жасауға қажетті басым көпшілік нәрсенің барлығы бірден осы жерде не істелінген? Орнатылып қойған. Ал енді бізге қажетті программаларды орнатып бастайық. Оны неден бастаймыз? Ең бірінші мына
интерпретаторды орнатудан бастаймыз. Python интерпретаторын, яғни CPython. Мына CPython деп аталу себебі, бұл интерпретатордың өзі C деген программалау тілінде жазылған. Сондықтан да бұл CPython деп айтылады. Ал кеттік. Интерпретаторды орнату үшін мен браузерге кірдім. Браузердің іздеу жолағына жазамын. Python деп. Сосын ең алғашқы шыққан сайтты ашамын. Міне, Pythonның ресми, яғни официальный сайты. Осы жерде маңызды бір нәрсені айта кетейін сіздерге. Өкінішке қарай, енді күлкілі нәрсе. Менің әріптестерім, яғни мұғалімдеріміз, кейде мектептегі мұғалімдеріміз, өзіміздің информатик мұғалімдер отыратын чатта былай сұрайды. Құрметті әріптестер, Pythonның установочный бар ма? Бар болса маған жекеге жіберіңіздерші дейді. Еш қашанда бұлай жасамаңыздар, бұл өте ұят күлкілі нәрсе. Pythonның установочныйын, яғни программасын қазір біз орнатайын деп жатқанын, оны біреуден алмайсыз. Неге? Оны біреуден алатын болсаңыз, ол өзінің компьютеріне сәйкес келетінін скачать еткен болуы мүмкін. Әркім өзінің компьютеріне сәйкес келетін нұсқасын жүктеп алу қажет. Бұл нәрсе тегін, бұл нәрсе интернетте тұр. Бұл нәрсе ресми сайтта көрсетілген. Осы жерден жүктеп аламыз. Ол үшін міне ресми сайтына кіреміз. python.org деп. Ертең маған жазып жүрмеңіздер. Әріптестер, өтініш, Pythonның установочный бар ма? Менде бар еді, таба алмай жатырмын деп. Оны компьютеріңізден іздеп таппайсыз, біреуден сұрамайсыз. Оны python.org деген сайтқа кіріп жүктеп аласыз. Міне downloads деген жүктеу, ағылшынша сөз. Downloads дегенге кіресіз. Сосын қараңыз. Мына жерде Download for Windows деп тұр. Яғни менің операциялық жүйем, қазір отырған компьютерім Windows болған үшін, менің компьютеріме сәйкес келетін нұсқасын маған бірден өзі не істеп тұр? Ұсынып тұр. Егер сіз macOS-те отырсаңыз, яғни Apple-дың несін қолданатын болсаңыз, мынаны басасыз, мына жерде сізге арналған, өзіңізге арналған нұсқасын тауып аласыз. Мына жерде Windows-тың өзінің ішінде, мысалы сіздікі 32 биттік болса операциялық жүйеңіз, онда сіз 32 биттігін скачать етіп аласыз. Ең соңғы нұсқасы бізде 3.12.1 деген версия екен, нұсқасы екен. Одан ескі нұсқасы керек болса, мына жерде бүкіл нұсқаларын осы жерден тауып алып қолдануға болады. Дәл сол сияқты біз кәдімгі дұрыс адам болып, мына жерден ең соңғы нұсқасын не істейміз? Жүктеп аламыз. Мен мына жерден download деп басамын. Рабочий столыма жүктей саламын, яғни қазір тауып алуға орнына оңай болу үшін. Мынаны басамын, ашылғанын. Мен бұл жерден көрсетпейінші, сіздер тағы да қазір шатасып қаларсыздар. Мынаны жауып тастайын. Қараңыз, мен жаңа жүктеп алдым рабочий столға, дұрыс па? Осы жерден орнатамын енді. Үстін 2 рет басамын. Кім мен сияқты Windows-та отырған болса, онда міндетті түрде мына екеуіне галочканы қоюыңыз қажет, яғни мына белгіні қойыңыз. Болмаса, ертең жұмыс жасаған кезіңізде проблема шығады, яғни результаттары шықпай қалады. Мынаны қойдым, сосын install now деймін, яғни орнату қазір деген сөз, тікелей сөзбе-сөз аударғанда, қазір орнату деген сөз. Осының үстін басамын, қазір орнатамын, бастым, міне орнатылып жатыр. Міне орнатылып болайын деді. Енді біздің компьютерімізде Python бар ма, жоқ па? Орнатылған ба, орнатылмаған ба? Орнатылған болса, қай нұсқасы орнатылған? Оны тексереміз. Оны қалай тексереміз? Бұдан алдыңғы дайындық сабағымызда біз терминалмен жұмыс жасауды көрген едік. Білесіздер, сол терминалды міне енді қолданып көреміз. Менде мына жерге терминалда закрепить етіп қойдым, яғни бекітіп қойдым. Сіздерде осылай бекітіп қойсаңыздар дұрыс болады, себебі бұны біз өте көп қолданамыз. Ол үшін мына жерде PowerShell деген программаны тауып, мына жерді оң жағын басып мышканы, закрепить деп мына екеуін басып қойсаңыз болады. Міне мен мына жерде закрепить етіп қойғанмын. Мынаны ашамын. Бұны уже білеміз жұмыс жасауды. Осы жерге жазамын енді мен Python пробел дефис версия яғни деп жазамын. Enter'ді басамын. Міне менің компьютерімде Pythonның 3.12.1 деген нұсқасы орнатылған екен. Құрметтілер, сіздерден өтініш, бұл Python тарауы өте маңызды.
дәл қазір мен сіздерге түсіндіріп жатқандай басынан бастап ешкім сіздерге түсіндіріп бермейді. Университетте де, мектепте де, мұғалім болсаңыз, мұғалімдер бір-бірінің арасында да сізге дәл осылай ешкім түсіндіріп бермейді басынан бастап. Сондықтан мен қазір түсіндіріп жатырмын, менің артымнан сериал көрген сияқты қарап отыра бермеңіз. Не істейсіз? Дәл осылай жүктеп аласыз, дәл осылай паузаға қоясыз, мен жазған нәрсені менің артымнан жазып отырасыз. Сол кезде ғана IT-ді, жалпы информатиканы меңгеруге болады. Информатиканы просто так қарап отыру арқылы, яғни қол қусырып қарап отыру арқылы үйрену мүмкін емес. Жалпы IT-де де дәл солай. Бұл неге ұқсас? Мен сіздерге түсіндірейін. Мысалы, бұл велик айдаған сияқты, велосипед айдаған сияқты. Велосипед айдаған кезде біреу сізге түсіндіріп жатыр. Сіз сырттан қарап отырсыз. Я рульді былай жасайды екенмін, педальды былай басып кете беретін болсам, жүреді екен. Великке отырып, бірден айдап кетсеңіз, сіз айдап кете алмайсыз. Бұл велосипедті үйрену үшін сіз міндетті түрде рульге отырып, басып көруіңіз керек. Қателер шығу керек, бәлкім құлауыңыз мүмкін. Дәл сол сияқты Python'да да рульге отырып, өзіңіз жазып көруіңіз керек. Оның қатесімен жұмыс жасауыңыз керек. Сол кезде ғана сіздің тұла бойыңызға осылардың барлығы дариды. Бізде көрдік, болды. 3-те 12-ші нұсқа орнатылған екен. Міне, біз мына нұсқаны орнаттық. Болды, бұл бізде істеп тұр. Мынаны өшіремін. Қажет емес, менде орнатылды бұл. Ал енді келесі нені орнатамыз? Біз келесіде енді орнатайық PyCharm'ды. Міне менде PyCharm тұр. PyCharm деп жазасыз Google-ға, былай шығады. Біз IDE-ні орнатып көрейік. Міне PyCharm деген ең алғашқы сайтқа кіремін. PyCharm. Осы жерден мені скачать дегенді басамын. Сізде бұл ағылшынша тұрған болуы мүмкін, download деп. Бұл жерден download деп тұрған болса, соны басасыз. Енді осы жерде мынаған мұқият боламыз. PyCharm профессионалды нұсқасы дейді, professional. Бізге профессионалды нұсқасы керек емес, себебі бұл ақылы, платный яғни. Бізге community edition, яғни көпшілікке арналған нұсқасы. Осы бізге толығымен жеткілікті. Осыны скачать етіп аламыз. Міне мынаны басамын. Бұл да менде не істеп жатыр? Жүктелейін деп жатыр. Бұны да рабочий столға жүктеймін. Міне менде жүктеліп жатыр. Енді қараңыз. Біз бұдан алдыңғы сабақтарымызда Visual Studio Code'ты ашып көргенбіз. Біз Visual Studio Code'ты ашып көргенбіз. Осы жерде HTML, CSS-те код жазғанбыз. Дәл осы Visual Studio Code'ты да Python жазған кезімізде қолдануға болады. Қазір мен сіздерге Python мен PyCharm'ды салыстырып, қайсысын қолданатынымызды да айтамын. Біздің жаңағы программамыз жүктеліп болған шығар. Мынаны мен жаба саламын. Мына жерге жүктелді. Бұны да орнату үшін не істеймін? Үстін 2 рет басамын PyCharm'ды. Міне менде ашылып жатыр. Ешқандай артық ешнәрсе жоқ. Міне оқып көретін жерімізде жоқ. Просто next деймін. Next дегеніміз келесі деген сөз. Алға. Мына жерден қайда орналастыру керек? Еш нәрсені өзгертпеймін. Next деймін. Осы жерде енді мыналардың барлығына галочка қоюға кеңес беремін. Яғни бізде файлдарымыз болған кезінде, Python'да құрылған файлдарымыз автоматты түрде осымен ашатын, немесе кодтарымызды жүйенің ішінде тауып алатын етіп галочкаларды қойдық. Next деймін, яғни келесі. Еш нәрсені өзгертпеймін. Next деймін. Міне менде орнатылып жатыр. Бұл орнатылып болғанша мен сіздерге тағы бір нәрселерді көрсетейін. Ол былай. Жаңа мен сіздерге айттым. Sublime Text деген нәрсе бар дедім. Міне. Sublime Text. Бұл да Visual Studio Code сияқты. Сосын тағы да бар бізде Atom деген. Atom Editor дейін. Atom Editor дедім. Міне шықты. Мына жерден Atom'ды да жүктеп алып орнатуға болады. Мына Sublime Text'ті де орнатып көрсеңіздер болады. Бұны да қолданатындар өте көп. Бірақ біз көп нәрсемен қазір басымызды қатырмай тұрайық. Бізге Visual Studio Code пен осы PyCharm толығымен жеткілікті. Енді біз мынаны орнаттық PyCharm'да. Енді бізден сұрап жатыр. Қазір перезагрузка жасайын ба? Яғни мынаны іске қосу үшін біз компьютерді перезагрузка жасап алуымыз қажет. Қажет па? Дәл қазір жасаймыз ба? Яғни reboot, no, қазір ма дейді. Жоқ, бізге қазір емес, сосын да жасай саламыз деймін.
себебі қазір бірден бұнымен жұмыс жасап кетпейміз. Міне менде орнатылды. Мынаусы да керек емес. Қажет болса мен оны компьютермен іздемеймін, қайтадан интернеттен тартып аламын. Біреуден сұрап жүрмеңіздер, өтініш олай жасамаңыздар. Ол бір түрлі нәрсе, шынында да түсініксіз, өте бір түрлі нәрсе. Мынаны ашамын, қараңыз, пайчарымды. Мына жерге мен Visual Studio Code'ты да ашайын, пайчарымды да ашайын. Пайчарымның экраны да, байқаған болсаңыздар, біздің ең алғаш Visual Studio Code'ты ашқан кезімізде осындай нәрселер шығып еді ғой. Дәл соған ұқсас, бір-біріне өте ұқсас. Енді қараңыз, екеуін екі жаққа аштым. Қайсысын қолданған дұрыс, не үшін біреуін қолданамыз, қазір мен сіздерге ол туралы да айтайын. Мен осы жерде екеуінің ең алғаш мына бір нәрсесін көрсетейін. Ctrl-Shift-Escape-ті бастым өзімнің компьютерімнен. Ctrl-Shift-Escape. Бұл бізде диспетчер задач. Осы жерде мен сіздерге бір нәрсені көрсеткім келіп тұр. Қараңыз, менде қандай программалар іске қосылып тұр, және қанша менің азу памятімді алып жатыр. Біз ең алғашқы сабақта азу RAM деген нәрсені өткен едік қой. Сол азудың памяті менде 16 гигабайт. Мына компьютерімде орналастырған азу памятім 16 гигабайт. Сол 16 гигабайт памяттің қаншасын алып тұр, біз қарап көрейік. Visual Studio Code 298 мегабайтты қазір қолданып тұр. Менде 16 гигабайт болса, соның 298-ін қолданып тұр. Ал пайчарымды қараңыз, 529 мегабайтты қолданып тұр. Қазір мен мына жерге ең алғашқы бір проектті ашатын болсам, бұл 1 гигабайтқа дейін кетіп қалады. Бұны не үшін көрсетіп жатырмын? Егер сіздің компьютеріңіз характеристикасы нашар болса, яғни керемет бір компьютерде отырмаған болсаңыз, онда мына пайчарымда жұмыс жасау сізге өте қиын болады. Бұл ауыр. Неге? Себебі бұл программа, жаңа айтып кеттік, бұл IDE, яғни Pythonға қажетті бүкіл нәрсе уже бұның ішіне орналастырылған. Ал Visual Studio Code бұл тікелей осы Pythonға арналмаған. Бұнымен Python болсын, Java болсын, JavaScript болсын, HTML, CSS болсын, бәрін жаза беруге болады. Бірақ Pythonмен қолдану үшін, бұны Pythonмен код жазу үшін Pythonда, біз арнайы өздерінің тағы бір қосымшаларын орнатып алуымыз қажет. Сондықтан да менің кеңесім, компьютеріңіз егер мықты болса, онда мына пайчарымды қолдануға болады. Ал егер компьютеріңіз әлсіздеу болатын болса, мына Visual Studio Code'ты қолдана беруге кеңес беремін. Мен де осы сабақта осы Visual Studio Code'ты қазір қолданатын боламын. Неге? Өйткені басым көпшілігіңіз осы Visual Studio Code'ты таңдайтын сияқтысыздар. Ал енді жалпы әлемде қайсысын не үшін қолданады? Осыны да мен сіздерге айта кетейін. Мына пайчарымды көбінесе тікелей осы Pythonмен ғана код жазатын адамдар бар. Лабораторияларда, Pythonда есептер шығаратын, Pythonда керемет осы жобаларды жасайтын, осы Pythonмен шектелетін адамдар көбіне осы пайчарымды қолданады. Ал әртүрлі фронтты да жазатындар, бэкэндті да жазатындар, Java'да код жазатындар, Pythonда да код жазатындар, олардың көбі мына Visual Studio Code'ты қолданады. Егер мына пайчарымды қолданбайтын болсақ, онда мен не үшін орнаттым? Сіздерге көрсету үшін орнаттым. Ертең біреулер пайчарым деген бір сөзді айтып қалған кезіңізде көзіңіз банка болып, ол не? Python дегенді ғана біз үйренгенбіз, бізге пайчарым деген программалау тілін айтпаған деп жүрмеңіздер. Пайчарым деген бұл IDE, яғни Pythonдағы кодтарды өзгертуге арналған. Ал VS Code бұл бізде редактор кода, IDE емес. Кейбіреулер мынаны шатастыруы мүмкін, оны айтып кетейін. Visual Studio Code деген бар, және Visual Studio дегені бар, код дегені жоқ. Visual Studio дегені бар. Visual Studio дегені ол, қателеспесем, C-да, C++-та осылай код жазуға арналған IDE, дәл мына пайчарым сияқты. Ал Visual Studio Code бұл IDE емес, бұл редактор кода. Біз сонда код жазатын кезімізде осы Visual Studio Code'ты қолдана береміз. Сіздерге тапсырма. Интернетке кіресіз, YouTube'қа, сосын VS Code настройка Python деп жазасыз. Сізде шықады мынандай көптеген видеолар. Осылардың ішінен әртүрлі қалағаныңызды өзіңіз тауып, VS Code'ға Python'ды қалай настройка жасау керек екендігін, қандай плагиндер орнату керек екендігін өзіңізге сәйкестендіріп, өзіңізге арнап VS Code'тың настройкасын жасайсыз. Бұны не үшін айтып жатырмын? Біз ертең Python'да код жазған кезімізде жалпы кез келген айтишник
кейбір нәрселерді өзі ізденіп, өзі тауып, өзі настройкасын істеп, дұрыс болмай қалса оны өшіріп, қайтадан орнатуды үйренуі қажет. Бұл өте маңызды дағды. Сондықтан да сіздерге бұны мен тапсырма ретінде беремін. Аса қатты қиын емес, әркімге өзіне ыңғайлы етіп настройка жасап алуы үшін. Мен келесі сабақта енді ең алғашқы кодтарымызды жазып көрсететін боламын. Біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.